Балалар 82-ші беттегі 223-ші тапсырмаға назар аударайық. 1000, 3000, 4000, 7000 сандарының жіктелуінде 5 саны қанша рет кездеседі? Осы сұраққа сандарды жай көбейткіштерге жіктемей-ақ жауап беруге бола ма дейді. Бізде толық мыңдықтар көрсетілген. Ол толық мыңдықтар 1000, 3000, 4000 және 7000 сандары. Осы сандардың жіктелуінде балалар 5 саны қанша рет кездеседі дейді. Осы сұраққа біз сандарды жай көбейткіштерге жіктемей-ақ жауап беруге бола ма? Енді біз 1000 саны 125 пен 8-дің көбейтіндісі екенін білеміз. Ал 125 санының өзі 5-тің 3-ші дәрежесі балалар. Демек, 1000 санында 5 3 рет кездеседі. Ал 3000 саны дегеніміз 3 пен 1000-ның көбейтіндісі деп қарастырсақ, онда 1000 санының ішінде 5 бізде 3 рет кездеседі дедік. Демек 3000 санында да 3 рет кездеседі, 4000 санында да 3 рет, 7000 санында да 3 рет кездеседі. Ал олай болса біз дұрыс айттық па, қате айттық па? Тексеріп көрелік. Ал менімен бірге жазып отырыңдар. Барлығы балалар 0-мен аяқталғандықтан біз 5-тен бастап бөлейік. Себебі 5 дегеніміз бізде жай сан, өзіне және бірге ғана бөлінеді. 1000-ды 5-ке бөлеміз, 200 болады. 200-ді 5-ке бөлеміз, 40 болады. 40-ты 5-ке бөлеміз 8, 8-ді 2-ке бөлеміз 4, 4-ді 2-ке бөлеміз 2, 2-ні 2-ке бөлеміз 1-ге тең. Мінеки 1000 санында 5 3 рет кездесті. Ал енді 3000 санын қарастырайық. 3000 санын енді былай жазамыз балалар, мұқият қараңдар. 3000 саны тең дейміз. 3000 дегеніміз 3 пен 1000-ның көбейтіндісі болса. Ал біз айттық, 3 көбейту 1000 санының көбейткіштерін қараймыз. 5 көбейту 5, көбейту 5, көбейту 2, көбейту 2, көбейту 2. Яғни 3-ті көбейтеміз 5-тің 3-ші дәрежесімен 2-нің 3-ші дәрежесіне. Демек, 3000 санында 5 саны 3 рет кездеседі екен. Келесі 4000 санын қарастырамыз. 4000 дегеніміз 4 пен 1000-ның көбейтіндісі. 4-ті көбейтеміз 5-тің 3-ші дәрежесіне және 2-нің 3-ші дәрежесіне. 5-тің 3-ші дәрежесі 2-нің 3-ші дәрежесі 1000-ға тең, 1000-ды 4-ке көбейтсек 4000 болады. Келесі 7000 саны. 7000 дегеніміз 7 мен 1000-ның көбейтіндісі тең деймін. 7-ні көбейтеміз 5-тің 3-ші дәрежесімен 2-нің 3-ші дәрежесіне. Мінеки балалар, көрдіңдер ме? Көбейткішке жіктедік. 3000 санында да 5 3 рет, 4000 санында да 3 рет, 7000 санында да 3 рет кездеседі екен. Осымен 82-ші беттегі 223-ші тапсырма аяқталды. Жарайсыңдар балалар.